Ассаламуалейкум. Бүгінгі мынау біздің сұхбатымызда мал шаруашылықта мал бағып байын жолына түскен таныс Меделхан ағамызбен бүгін сұхбаттамыз. Аға, амансыз. Ал енді аға, мынау бағып жатқан ақ қойыңыз бен қызыл қойыңыздың бір айырмашылығын айта кетсеңіз. Ақ қой ақ, қызыл қой қызыл. Жоқ аға, менің айтпақшы, мысалы, осы қойларыңыз қанша кіліден жүн береді демекшімін ғой. Ақ қой ма, қызыл қой? Қызыл қой. Қызыл қой сол 3 кіло жүн береді. 3 кіло жүн бере ме? Жақсы береді екен. Олай болса, ақ қойшы. Ақ қой да сол 3 кіло жүн береді. Ақ қой 3 кіло жүн бере ме? Ой, жақсы екен, жүнді екен қойларыңыз. Ал енді аға, бұл қойларыңыз қанша литрдан сүт береді? Ақ қой ма, қызыл қой? Қызыл қой. Қызыл қой сол 2 кіло сүт береді. 2 кіло сүт береді дейді. Сүтті қойлар екен ғой қойларыңыз. Ал олай болса, ақ қойларыңызшы? Ақ қой да сол 2 кіло сүт береді. Оқсыз екен ғой? Ал енді ондай болса мақұл, бұл қойларыңызды бүтіндей сатқанда қанша килограммнан ет береді? Ақ қой ма, қызыл қой? Мақұл, қызыл қой. Қызыл қой сол 15 килодей 20 кило ет береді. 15 кілде 20 кіло. Ал енді ақ қойыңызшы? Ақ қой да сол 15-те 20 кило ет береді. Бұл оқсас екен ғой, маған басқа айта салмайсыз ба? Бұл жүні де, сүті де оқсас екен ғой? Қойларыңыздың. Оқсамайды. Қалай оқсамайды ол? Қайтып оқсайды ол? Ақ қой мен қызыл қой оқсамайды ол. Ақ қой деген менікі тұрса. Ақ қой сіздікі ма? Бұлай деп айтпайсыз, ақ қой сіздікі болса. Ондай болса аға, қызыл қойшы? Қызыл қой да менікі. Өз кімді ақымақ қып тұрсыз өзі? Ақ қой ма, қызыл қой ма?